Сәлем достар, буксирге мініп, ашық теңізде серуендегіңіз келе ме? Бұның бір жолы бар, ол 1 қазан күні Ақтау теңіз портына келуіңіз қажет. Бұл күні порт күні ретінде атап өтіледі және ашық есік күні өткізіледі. Кез келген қала тұрғыны келіп, портты аралап, оның жұмысымен таныса алады. Бұл портта итергіш, сүйреткіш, яғни буксирдің саны 4, батыр, жеңіс, НМС 205А және бұлақ. Жалпы буксир дегеніміз не? Буксир деген портқа рейдте тұрған және портқа жүгін түсіру үшін келген үлкен жүк кемелерінің, жолаушы кемелерінің жағаға жақындап тұруына көмектесетін шағын кемелер. Бұларды буксир, яғни итергіш, сүйреткіш деп атайды. Яғни олар жағаға келіп тұру үшін кемені итеріп алып келеді және жағадан шығару үшін сүйретіп алып кетеді. Мына видео осыдан 3 жылдай бұрын түсірілген болатын. Жалпы Ақтау порты 1963 жылы құрылған. Бұл порт маңғышлақтағы уран өнеркәсібі мен мұнай кен орындарының өнімін тасымалдау қажеттілігі үшін салынған. Алғашқыда бұл жерде қосымша толқын тосқылары және 4 құрғақ жүк айлағын салудан басталған. 1969 және 86 жылдарының аралығында мұнда 4 мұнай құю айлағы мен паром кешені салынған екен. 1999 жылы теңіз порты толықтай қайта құрастырудан өтті. Бұл уақыт порт тарихындағы бір шешуші кезең болған. Осы Ақтау портын қайта құрастыруды аяқтау салтанатына Қазақстанның тұңғыш президенті Назарбаевтың өзі келіп қатысқан. Жалпы Ақтау порты 12 ай тәулігіне 24 сағат жұмыс жасайды.